Құрметті студенттер, бүгін біздің негізгі мақсатымыз жалпы мына эссені қорғау, эссені қалай қорғау керек деп жатамыз, иә. Енді эссені қорғау, ол эссені жазу болып табылады. Біздің негізгі мақсатымызда мына нәрсені айқындағанымыз дұрыс. Жалпы академиялық мәтінде біз өнімді алуымыз қажет. Академиялық мәтінді жазып өнім алуымыз керек. Ол өніміз біздің мақала болып табылады. Осы тұрғыда біз эсселерді қорғаймыз. Антиплагиаттан өткізіп эсселерді қорғаймыз, е? Ал эссені қорғау ол ауызша қорғаудың алдындағы антиплагиаттан өту жолы. Осы тұрғыда біздің университеттің негізгі талабы бойынша эсселерді алдын ала қорғаудан, яғни қорғауға дейінгі аралықта қабылданатын материал есебінде біз антиплагиаттан өткіземіз. Ал енді негізгі талаптарға сай біз ол жерде сілтемелерді көрсетпейміз деп айтамыз. Дәйектемелерді астында пайдаланған әдебиеттер дерек көзі есебінде қалдырсақ та, біз цитаталарды қайтеміз. Дәйек сөздердің барлығын біз төлеу сөздерге айналдырып, оның негізгі мазмұнын жазуға тырысамыз. Демек, эссенің негізгі мақсаты сіз өзіңіздің баяндау тәсіліңізге байланысты. Сіз академиялық стильде жаза отырып, баяндаудың негізгі бөлігін, кіріспе бөлімнен кейін қанша абзацтан құралады. Ол абзацтарда біз 1000 сөз болғаннан кейін біз 1000 сөзді қалай жазамыз? Яғни 1,5 бет бізде кіріспе болатын болса, қалған негізгі бөлігінде сіз эмпирикалық базадағы материалдарды айтасыз. Және ондағы деректерді, яғни міндетті түрде авторлардың атын айтып, гарварлық жүйе бойынша айтып кеткен жағдайда, сіз олардың авторлардың аты жөнін, сосын шыққан жылын айтып өтсеңіз де, ол қателікке есептелмейді. Егер тік жақша қоятын болсаңыз, онда ол реттік жүйе бойынша сіз онда пайдаланған әдебиеттерді көрсеткендей боласыз. Осы тұрғыда гарварлық әдіс ең тиімді жол болып табылады. Одан кейін неге реттік? Ал реттігін қоятын болсақ, онда біз бетін көрсеткеніміз бірдей боламыз. Сондықтан да бетін көрсеткеннен гөрі біз реттік жүйедегі гарварлық жаңағы жүйені көрсететін болсақ, онда ол бізге өте тиімді болып табылады. Осы тұрғыда тағы да қайталап айтайық. Эсселерді жазу барысында біз қорытынды бөлімдер жазып жатамыз. Қорытынды бөлім дегеніміз, яғни бастапқы негізгі бөлімде айтылған материалдарға сүйене отырып, қандай мақсаттарды біз мақсат қойып, қандай міндеттерді шештік. Сол міндеттерді шешу барысында сіз алған, былайша айтқан кезде, статистикаңызды жазсаңыз, диаграммаларыңызды сіз мақалада сіз сызып көрсетсеңіз, бұл жерде соның мазмұнын айтып кетесіз. Және оның практикадағы жүргізіліп жатқан жағдаятын тағы да сіз жазба түрінде көрсетесіз. Сонда ғана эссеңіздің аргументациясы мен фактісі дәлел болады. Осындай жағдайларда көп жағдайда студенттеріміз бере алмай жатайды. Сіздерге ескертетініміз, берілген материалды оқып, қарап, оны бірнеше рет жазып көріңізде, мысалы антиплагиат.ру деген бар. Содан өткізіп көріңіз. Егер де ол 99%-ын көрсетіп тұрса, онда біздің университеттің антиплагиатынан өтеді деген сөз. Дей тұрғанмен, ескеретін нәрсе, біз нені ескеруіміз қажетті? Яғни, мына антиплагиатта, мысалы, қанша сілтемені сіз көрсеттіңіз, және белгілі бір сілтемелерден сіз алғанда өзінің пайыздық мөлшері бар. Сол 10%-ық мөлшерден сіз асып кеттіңіз ба, жоқ па деген. Одан кейінгі айтылатын нәрсе, пайдаланған әдебиеттер тізімінде сол цитаталар, сол белгілі бір авторларда бар ма деген сұрақ қойылады, және ол қатеге де есептелмейді. Себебі сіз сөзбе-сөз алып, оны дәл жазып тұрған жоқсыз ғой. Сіз оның мазмұнын беріп отыруға тырыстыңыз. Өзіңіздің сөздеріңізбенен дәйектеуге тырыстыңыздар, және сол стильде пайдалана отырып, сол ойыңызды аша алдыңыз деген сөз. Сондықтан да біз тағы да қайталап айтамыз. Эсседе 1000 сөз болады.
оны негізгі кіріспе бөлімінде негізгі бөлім, кіріспе бөлім деп, жоспар деп жазбаймыз. Бірден эссенің тақырыбын алғаннан кейін бірден 1000 сөзді жазып кетеміз. Тағы да қайталаймыз, абзацтық, тақырыптық сөйлемдерге де мән береміз. Міне 1000 сөз болғаннан кейін, қорытындыңызды жазғаннан кейін, астына пайдаланған әдебиеттерді бірінші жағдайда көрсетуге болады, екінші жағдайда көрсетпесеңіз де болады, ол қателікке саналмайды. Егер талап болып, міндетті түрде жаңағы пайдаланған әдебиеттерді көрсет деп жатса, онда сіз пайдаланған әдебиеттердің ретін дұрыстап көрсетуге абзалсыз. Шұбытып 10-20-ны жазбаңыз, ары кеткенде бір 5-еуін жазып көрсетсеңіз болады. Міне осылай эсселерді яғни жазбаша түрде жазып, оны емтиханның алдындағы қорғаудан өтесіздер. Демек, бұл қорғау алдындағы қорғау деп аталады. Яғни антиплагиаттан өту деген сөз. Іске сәттілік, емтиханда жолыққанша сіздерменен.